Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бізде қазір математика сабағы. Ортақ тақырып сәулет. Бөлімше толық ондықтар мен жүздіктерді көбейту және бөлу. Сабақтың мақсаты толық ондықтар мен көбейтуді және бөлуді үйренесің. Балалар, бәріміз осы мақсатқа қол жеткізу үшін бейне жазбаға назар аударайық. Мұқият тыңдайық. Нөлмен аяқталатын сандар 1 нөлмен, 2 нөлмен немесе бірнеше нөлмен аяқталуы мүмкін. Нөлмен аяқталатын сандарды бір таңбалы санға көбейткенде, санды ондық разрядта нөлдерсіз көбейтеміз. Нөлмен аяқталатын сандарды бір таңбалы санға бөлу үшін санды ондық немесе жүздік разрядта нөлдерсіз көбейту кестесіне сүйеніп бөліп алу керек. Немесе нөлдерсіз бөліп алып, мәніне бөлгіштің нөлдерін тіркеп жазуға болады. Бөлу 40-ты 4-ке көбейту керек. Яғни 4-ке көбейту деген сөз 40 санын 4 рет жазып, оны қосып шығу. 40 қосу 40, 80, 80-ге 40 қосамыз 120, 120 мен 40-тың қосындысы 160. 1 жүздік, 6 ондық, 0 бірлік. Үстермен ажыратып көрсетіп қойдым. Мұнда көбейткіштердің орындарын ауыстырғанмен көбейтіннің мәні өзгермейді. Яғни 4 пен 4-тің көбейтіндісі 16-ға тең және 1 0 бар. Тіркейміз. Сонымен 4 пен 40-тың көбейтіндісі 160-қа тең. Разрядтарға жіктесек, 4 бірлік көбейту 4 ондық тең 1 жүздік, 6 ондық, 0 бірлік. Толық ондықтар мен жүздіктерді бөліп көреміз. 60-ты 3-ке бөлгенде 2 ондық 0 бірлік, яғни 20 деген сан шығады. Мұнда 60 бөлінгіш, бөліп тұрғаннан кейін екінші ортадағы бұл бөлгіш және шығатын нәтиже бөліндінің мәні. 60 пен 20-ны бөлгенде бөліндінің мәні 3-ке тең. Байқасақ, балалар, сандар орны ауысқанын білуімізге болады. Разрядтарға жіктеп оқысақ, 6 ондық бөлу 2 ондық тең 3 бірлік. Толық жүздіктерді бөлетін болсақ, 800 бөлу 4 тең 2 жүздік. 800 бөлу 200 тең 4 бірлік. Разрядтарға жіктейміз. 8 жүздік бөлу 2 жүздік тең 4 бірлік. Санды 2 санның көбейтіндісіне көбейту үшін оны алдымен бірінші көбейткішке көбейтіп алып, содан шыққан көбейтінді мәні қанша сан шығады, соны екінші көбейткішке, одан кейінгі екінші көбейткішке көбейтіп аламыз. Мінекей формуласы. Мінекей мынау белгілі бір сан, оны екі көбейткішке көбейту үшін алдымен бірінші көбейткішіне көбейтіп аламыз. А мен В-ны көбейткенде АВ десек, енді АВ шыққан мәнді мына тұрған екінші көбейткішке көбейтіп аламыз екен. Мысалы, 20 мен 4-ті көбейткенде алдымен 2-ні 10-ға көбейтеміз. Содан шыққан мәнді 4-ке көбейтеміз. Екінші көбейткішке көбейтеміз. 2-ні 10-ға көбейткенде 20 көбейтіндінің мәні. Енді осы көбейтіндінің шыққан мәнін екінші көбейткішке көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 80-ге тең. Немесе оны бұлай да шығаруға болады. Алғашқы сандарын жазып алып, 2 мен 4-ті бір-біріне көбейтеміз. 8 және 10-ды көбейтеміз. 8 пен 10 көбейтіндінің мәні 80-ге тең. Толық жүздіктерді көбейтетін болсақ, жаңа біз ондықтарды көбейттік, енді жүздіктерді көбейтеміз. 200-ді 4-ке көбейткенде алдымен алдыңғы 2 санын жазып аламыз. Оны көбейтеміз 100-ге, 200. Енді оны екінші көбейткішке көбейтеміз. 200-ді 4-ке көбейткенде көбейтінді мәні 800-ге тең.
Немесе оны былай жазуға болады. Алғашқы сандан жазуға болады. 2 мен 4-ті көбейтіп, 8, осы шыққан көбейтінді мәнін екінші көбейткішке, яғни 100-ге көбейтеміз. 8-ді 100-ге көбейткенде 8 және соңғы 2 нөлін тіркейміз. 800. Көбейтіндіні санға 2 түрлі тәсілмен бөлуге болады. Бірінші тәсіл. Көбейтіндіні қандай да бір санға бөлу үшін алдымен көбейтіндінің мәнін есептеп алу керек, яғни жақшаның ішіндегі амалды бірінші орында, содан шыққан нәтижені барып бөлу керек. Көбейтіндіні қандай да бір санға бөлу үшін қалғандарын өзгеріссіз қалдырып, қалғандарын, яғни А мен С бөліндісі, немесе В мен С-ның бөліндісі. Кез келген көбейткішті осы санға бөлуге болады. Мысалы, 60 пен 3-ті бөлгенде тең 6 көбейту 10. Яғни 6 ондық болғаннан кейін 10 санына көбейтеміз. 60 болады, 60-ті 3-ке бөлеміз, 20-ға тең. Немесе былай жазуға да болады. 6 мен 3 алғашқы сандарын бөліп, оны 10-ға көбейтуге болады. 2-ні 10-ға көбейтеміз, 20-ға тең. Немесе толық жүздіктерді бөлетін болсақ, 600 бөлінген 3, 6 көбейту 100. 6 жүздік болғаннан кейін 100 сан көбейтіп, барып оны 3-ке бөлеміз. 600-ді 3-ке бөлгенде 200. Немесе алғашқы сандарын жазып, 6 мен 3-ті бөлсек, 2-ге тең, 2-ні 100-ге көбейтсек, 200. Толық ондықтар мен жүздіктерді көбейту үшін мына формулаларды есте сақтап аламыз. Балалар, бейне жазбаны көріп бітсек, дәптерімізді ашып, бүгінгі күн атауын жазайық. 14 желтоқсан. Каллиграфиялық сәтке 14 цифрын барлық талаптарға сай етіп, әдемілеп жазып шығамыз. Жазып бітсек, оқу тапсырмаларына назар аудара қойыңдар. Яғни, оқулықтың 66-шы бетіндегі нөмірі 6-шы тапсырманың 2-ші және 3-ші бағанын орындаймыз. Бұл тапсырма мынандай дескрипторлар арқылы жасалады. Бірінші, ондықтарды бірліктерге бөледі. Екінші, жүздіктерді жүздіктерге бөледі. Үшінші, жүздіктер мен жүздіктерді бөледі. Тамаша балалар, бұл оқу тапсырмасы түсінікті болса, екінші оқу тапсырмамызға назар аударайық. Бұл тапсырма оқулықтың 66-шы бетіндегі нөмірі 7-ші тапсырманың 1-ші және 2-ші бағанын орындайсыңдар. Бұл тапсырмалар мынандай дескриптор арқылы жасалады. Бірінші, ондықтарды бірліктерге көбейтеді. Екінші, жүздіктерді бірліктерге қосады. Үшінші, жүздіктерді ондықтарға қосады. Төртінші, жүздіктерді жүздіктерден азайтады. Тамаша балалар, сендерге оқу тапсырмасы түсінікті болса, сабағымызды қорыта келе, сабағымызға кері байланыс береміз. Яғни, үшлеп белгісін жазып жібергендерін, маған бәрі түсінікті болды дегендерін. Бірлеп белгісі, бір сұрақ белгісін жазғандарын, әлі де сұрағым бар дегендерін. Ал сұрақ белгісін жазғандарын, әлі де көмекті қажет етем дегендерін. Балалар, осымен математика сабағы аяқталды. Келесі сабаққа дайындаламыз.